Азиялық серпіліс неліктен мүмкін болды? Социалистік даму жолын таңдаған елдер КСРО, Моңғолия, ГДР, Болгария, тағы да басқа елдер болды. Ерекшелігі негізгі ұстанымы әлеуметтік теңсіздікті жою, мемлекеттік меншік, коммунистік партия жетекші роль атқарды. Жоғарғы экономика дамыды. Капиталистік даму жолын таңдаған елдер ақш, Жапония, КФР, Ұлыбритания. Ерекшелігі жеке меншік пен нарықтық экономикаға негізделген көп партиялық жүйе, бәсекелестік болды. Үшінші әлем елдері Сингапур, Гонконг, Тайвань, Малайзия, Таиланд. Ерекшелігі үшінші әлем елдері деген термин 20 ғасырдың ортасында екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған ұғым. Олар ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлер мен ерекшеліктеріне қарай дербес даму жолын таңдаған елдер еді. Жаңғырту, модернизация, қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер мен реформалар дамуы төмен қоғамдағы өзгерістер оның барысында дамыған қоғамға тән сипатқа ие болды. Бұл орайда жаңғырту мемлекетке алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесін енгізіп, қоғамды саналы түрде қайта қалыптастырушы болып табылды. Ол саяси салада, экономикалық салада, әлеуметтік салада дамыды. Оңтүстік-шығыс Азия елдері Қытай, Үндістан, Австралияның орталарында орналасқан континенталды аралдар тобы. Үнді-Қытай түбегі де кірді. Континенталды бөлігінде Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, арал бөлігінде Бруней, Шығыс Тимор, Индонезия, Сингапур, Филиппин. Малай түбегінде Малайзия орын тепкен. Вьетнам, Камбоджа және Лаос елдері Үнді-Қытай мемлекеттері деп те аталды. Жалпылау атауы Нусантара. Аталған елдер Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің ассоциациясын құрды. Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің даму ерекшеліктері бәсекелестік, ішкі экономикалық жүйе мен ірі экономикалық жүйенің қарым-қатынасы негізінде анықталды. Мемлекет көптеген жүйе қалыптастырушы келісімдерге қатысты. Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің қарқынды дамуының басты факторы шетелдік инвестиция мен жоғары технологияларды енгізу болып табылды. Оңтүстік Азия елдерінің экономикалық ерекшелігі экономикалық және әлеуметтік саланы индустрияландыру мен жаңғырту, модернизациялау елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Бізді әлем сыйлайтын болады, ал малайзиялықтар өздерін құрметтейтін болады деді. Ал Сингапурды кедейлік пен деградация қоқысынан заманауи индустриалды мемлекетке айналдыру көзделді. АСЕАН – Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің ассоциациясы Оңтүстік-шығыс Азияның 10 елі кіретін өңірлік саяси, мәдени әрі экономикалық ұйым. Ұйымның мақсаты экономикалық өсуді, әлеуметтік мәдени дамуды жаңғырту, аймақта бейбітшілікті қамтамасыз ету. АСЕАН саммиті Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің ассоциациясы халықаралық ұйым 1967 жылы 8 тамызда Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппин мемлекеттері құрған. Кейін ұйымның құрамына Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа кірді. АСЕАН құрылғаннан бастап саяси ынтымақтастық саласында келісімдер жасауға баса көңіл бөлді. АСЕАН елдерінің алғашқы екі кездесуі 1976-1977 жылы осы ұйым қызметінің принциптерін жария етіп, адам ресурсын дамыту, кедейшілік пен сауатсыздықты жою болды. Сонымен қатар есірткі саудасына жол бермеу, тағы басқа да салада ынтымақтастықты кеңейтуге арналды. Ұйымға мүше елдер Оңтүстік-шығыс Азияда еркін сауда аймағын құруға талпыныс жасап, арнайы келісімшартқа отырды. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.